Сонымен құрметті оқушы, Батыс түрік қағанатының саяси тарихын жалғастырайық. Батыс түрік қағанатына ешбар елтеріс енгізген Онох будун жүйесі мемлекетті біріктірудің орнына керісінше ішкі қырқысты күшейтіп, әлсіретіп жіберді. 640-657 жылдар аралығында Онох будунның құрамына кіретін дулулар мен нушибелердің арасындағы ішкі соғыс мемлекетті әбден тұралатты. Ал осындай жағдайды бақылап отырған Қытай билеушілері 659 жылы Батыс түрік қағанатының шығысынан шабуыл бастады. 659 жылы сонымен құрметті оқушы, зейініңізді бөліңіз, Жетісудың жерінен басып кірген қай елдің әскерлері деген сұрақ келген жағдайда Қытай әскерлері деп жауап беруіңіз дұрыс болады. Ал енді шығысында Қытайлардың шабуылына ұшыраған батыс түріктер, оған қосымша ішкі қырқыстан әлсіреген Онох будун елі біртіндеп мемлекеттік саяси беделінен айырыла бастады. Бірақ Онох будун елінің осындай әлсіреген жағдайында олар бірігіп бірнеше рет Қытай еліне шабуыл жасады. Бірақ ешқандай нәтижелі шайқастар болмады. Ал енді Батыс түрік елінің әлсіреп отырған кезеңін 704 жылы түргештердің билеушісі Үшлік өзіне тиімді пайдаланып, 704 жылы Батыс түрік қағанатының жеріндегі саяси билікті түркештердің билеушісі Үшлік басып алды. Сонымен 704 жылы Батыс түрік қағанатының жерінде түргеш қағанаты құрылды.